Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ әрі биік болып шығатын зебра пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне 1 кесе шекерімізді салып, миксердің көмегімен 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Миксерлеп алған соң 1 кесе жылы сүтімізбен 1 кесе сұйық майымызды құйып аламыз. Одан кейін разрыхителіміз бен ұнымызды салып алатын боламыз. Шашырап кетпес үшін венчикпен кішкене араластырып аламыз. Одан кейін миксердің көмегін пайдаланатын боламыз. Массамыз сұйық болатын болса, кішкене ұн сепсеңіздер болады. Біздің массамыз дайын болды. Осы массамызды теңде 2 бөлікке бөлетін боламыз. Bir бөлігіне какаомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде пешімізді қыздырып дайындап қоямыз және массамызды кезек-кезек табамызға құйып, пешімізге салып жібереміз. Бұл тестамызды бір-бірінің үстіне құя отырып жасасаңыздар болады. Маған осылай ұнаған соң мен осылай жасадым. Және бетіне шпажканың көмегімен әдемі ғып узор жасасаңыздар, пирогтарыңыз әдемі болып шығатын болады. Ал енді осы дайын болған пирогымызды пешімізге 180 градусқа жарты сағатқа пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз пісіп дайын болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым.
менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен әрдайым дәмді ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.